Еселеп қайтқан жақсылық. Осы сөзден кейін бірден жүрегіме тыныштық орнап, іштей сыбырлап, 3 айдан бері іздеп жүрген отбасы осы ғой, дедім. Арадан 3 күн өткен соң, жалғыз басты анаға және оның 6 баласына тосын сый жасап, ерекше салтанатпен үйдің кілтін табыстадық. Олармен бірге қоныс тойын жасап, мәре-сәре күй кештік. Қуаныштан көзі жасқа толған келіншек, Алла тағала сіздерге бұдан да үлкен үй нәсіп етсін, Құдай дәрежелеріңізді үстем етсін, бізге жасаған жақсылықтарыңыз өздеріңізге еселеп қайтсын, деп риясыз көңілмен ризашылығын білдіріп, тілеулестік ниетін жеткізді. Олардың қуанғанына біз де қуанып, балаша мәз боп тарастық. Біреудің игілігі үшін қуанудың өзі үлкен сауап. Алла жомарт қой. Көп уақыт өтпей кәсіптегі кейбір бастамаларымыз берекелі болып, біз берген баспанадан 10 есе қымбат кең үй бұйырды. Ұстаздарымыз Алла тағала шынайы ниетпен берген садақаны өз иесіне 10 еселеп қайтарады деген насихаты жиі айтатын. Әйтпесе менде кең үй алатын ақша жоқ еді. Ойламаған жерден табысты болып, қуанышымыз қуанышқа ұласты. Жалғыз басты ананың отбасына қуаныш сыйлағанымыз үшін Алла бізді осындай қуанышқа бөлеген шығар деген ой түйдім. Құранда Хадид деген сүре бар. Осы сүренің 11 аятында кім Аллаға көркем түрде қарыз берсе, дүниесін Алла жолында жұмсаса, Алла оны еселеп арттырады да көркем сауап береді делінген. Алланың әміріне, яғни Құрандағы осы аятқа амал еткеніме шүкір деймін. Бұл амалымды көпшілікке айтпаймын деп шешкен едім. Сіз өзгелерге ғибрат болсын деген соң, өтінішіңіз бойынша болған жағдайды боямасыз жеткізіп отырмын. Атын атамауды қатты өтінген бауырымыз әңгімесін осылай тәмамдады. Біз де бұл оқиғадан көп сабақ алдық. Иә, Алланың разылығы үшін жасалған жақсы істің жақсылығы еселеп қайтады. Оған кейіпкеріміздің басынан өткен оқиға дәлел. Алла пендесін ешқашан тастамайды, тығырықтан алып шығады. Біз сынақ сәтінде артық сөзбен жағымсыз істен, күнә атаулыдан сақ болуымыз керек. Жаратушы иеміздің Құрандағы кім Алладан қорқса, Алла оған тығырықтан шығатын жол ашады. Сондай-ақ оған ойламаған жерден ризық нәсіп етеді. Талақ сүресі 2-3 аяттар деген әмірін әрқашан естен шығармаған абзал. Мұсылмандардың бір-біріне жасаған дұғасы қабыл болатынына күмәнсіз сенуіміз тиіс. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, 2 дұғаны Алламен арада бөгеті болмайды. Біріншісі, жәбір көрген адамның жасаған дұғасы. Екіншісі, мұсылманның бауыры үшін жасаған жасырын дұғасы. Мұсылман бауыры үшін тілек айтқанда, періштелер, әмин, Алла бауырың үшін сұрағанды саған да берсін, дейді деген. Ислам қағидасы бойынша өзгеге жақсылық жасаған адамның өзі жақсылыққа кенеледі.
Біреуге мейірім көрсеткен Алланың мейіріміне бөленеді. Жақсы істің қайтарымы жақсылық. Қуандырсаң қуанасың, берсең аласың. Алла осындай қағидамен өмір сүруімізді нәсіп етсін. Әумин.